Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бірге лавр жапырағының пайдасымен танысатын боламыз. Мені жоғалтпамас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа тәрізді формалас, ақшыл, сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақшаларының ұзындығы 5-11 см аралығында болады. Жемісі сүйекті қарақоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әрқайсысы әр үйден табылатыны жапырақтары. Енді оның емдік қасиетіне тоқталып өтейік. Суық тиіп қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стақан суға, қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Оны суға жылдай көзді жууға болады, тампон қоюға болады. Осы судан ішуге де болады. Лавр жапырақтарынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стақан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тігішек шыққан кезде, яғни геморрой, жылыдай осыдан дәке сіңдіріп, арттан тығуға болады. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Буын, сал дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа дұсқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек бір лимон шырынын қосып, араластырып 1 күнде түгел бітіреді. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стақан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк, яғни укроп қосуға болады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.